Қыс шыққан күннің сәулесімен жерде жатқан ұлпа қар жылт-жылт етіп әсем күйге бөленіп тұр. Алайда осындай сұлулықтың суық та ызғарлы аязы бар. Осынау аяздың қайта айналып тәнімді де жанымды да қақсата тондырғанына 5 жылдан асып барады. Сұлулық пен аязда қан қақсаған жүрегімнің дүрсілін сен естімеген шығарсың. Тіпті сол өзін естіген сынай танытқанда сен жүрек дүрсілінің не екенін білмеген боларсың. Бәлкім білмедің де, олай деуге негіз де бар. Оған өкпелей қоймассың сірә. Осындай қақаған аязбен қоса аппақ қардың көңілге қуаныш сыйлайтын әдемілігін көрген сәтімде сені есіме аламын. Осындай аязды күн тағдырымды аяздатып кете барғаны да есімде. Сені ойлағанда көңілімнің түкпірінде бір ызғарлы өкпе мен нала, аязды боран орнап бара жатады. Ал жүрегімде бір жылылық сені кешіруге себеп іздейтін махаббат, ғашықтық деген сезім әуреге салады. Адамдар жүрекке әмір жүрмейді деп жатады ғой. Менің жүрегіме әмірім жүреді дей алмаспын. Алайда тағдырдың әмірі барлығына да жүреді екен. Оның әмірінен асып, оның басына салар тәлкегін тәрк етіп ешпенде баласы кете алмасы анық-ау. Менің көңіліме, менің жүрегіме мұң мен сырды, нала мен мұңды тағдыр емес, кейде сен салғандай аласұрам. Өйткені ол шындық іспетті көрінеді маған. Менің осы азабымның бастауы саған деген сезімім мен сенімім еді. Есімде арада 5 жыл өтіп кетсе де, дәл бүгінгідей көз алдымда бәрі. Сол бір шетелдік қымбат көлікке мінген 3 досым, екеуміз көп қабатты үй бұрышында өмірімізге риза болып тұрған сәтте тағы келді. Мен ол кезде бақытты едім. Күндер ай десенші, жүрегімдегі жұмақты сезінген сол кезім қайта оралса деп қалам кейде. Сен де бақытты секілді болып көрінгенсің, бірақ сен жай ғана рөл ойнаған әртіс екенсің-ау. Менің шын мәнісінде махаббаттан балбұл жайнаған көздеріме тесіле қарап тұрдың. Ал менің сезімімнен соқыр көздерім сол кездегі көз қарасты маған деген махаббаттың деп ұққан екенмін. Ғашықтықтан көз ала алмай емірене қарау деп түсінген екенмін. Кеттік пе деп сөйлеуге еріне тіл қатқан әлгі 3 досымның бірі көлік терезесінен басын шығарды. Менің жүрегім дір ете қалғандай болды. Олар о бастан менің жаныма жақпаушы еді. Олардың ессіздіктері, соны ерлікпен деп білетіндері маған ұнамайтын. Ақшамен барлығын шешіп алатындай сезініп, бар құдіретті ақшадан іздейтіндерін жаным сүймейтін. Мен саған жаутаңдай қарап, жаным, осыларға қосылмашы, ұнамайды маған өздері де, істеген істері де дей беріп едім. Сен күліп, олардың ісіне бізге келетін зияны жоқ қой жаным-ау, неге сонша қорқа бересің дедің. Сенің де басында бір бәлеге жатама деп қорқамын. Қосылмашы осыларға. Ештеңе етпейді уайымдама дедің. Қолымнан ұстай бере жөнелдің. Мен ештеңе ұқпай, қайда барамыз дей беріп едің. Маған жалт қарап, сен мені сүйесің бе деген көздерің от жанарының қадап. Мен басымды изедім, өткені сені сүйетінімді
мойындамаудың өзі мен үшін ұлы бақыт болатын. Сен жүрегімнің түкпіріндегі аялы орынға сақтап қойған едің. Сол сақтаған сезімімді сыртқа шығарып айтудың өзі неткен керемет еді десенші. Мен мақтағандай көздерім жайнай қағып, басымды изей бердім. Сүйген адам сене де білу керек, дедім де, қолымнан сүйреп, сол қарғыс атқыр көлікке мені ала жөнелдің. Тартқыншықтай бердім, алайда сенің қуатты қолдарың қоянды қысқан қасқырдай мені сүйреп бара жатты. Арыма мықты болсам да, сенің алдында өзгесіне қарсылық білдіре алмайтынмын. Сенің қауқарлы қолдарынан босанып шыға алмай, көліктің жанына жеттік. Ішіндегі үшеуі маған жымындай қарады. Арамдыққа толы көздерінен жүрегім мұздап бара жатты. Алайда бұл кезде біз көліктің ішінде қаланың кең жолына шығып та үлгеріп едік. Әлгілердің бірі, бәрі дұрыс па деп сұрады. Дұрыс дедім. Сен әлдене бітірген жандай кердие жауап қатып, кеттік пе? Қалай, көніп тұрма? Көнбесе көндіруге болады ғой дейді. Сенің көздерің солардың жанарындай жылт ете қалған арамдыққа астасып кеткендей болды. Мен шошынайын дедім. Қорыққанымнан дірілдеп, жаныма жақын, жүрегіме жат емес сенің бауырыңа ене түстім. Тығыла түстім. Ал сен әдеттегідей мені жылы құшағыңа алып, бауырыңа баса қоймадың. Мелшиіп отырсын. Одан сайын шошына түсіп, жаным, мені жіберші, мен үйге қайтқым келеді. Біз өзі қайда барамыз, неге барамыз дей бердім. Жүрегім сезген жамандыққа жақындай түскенін ұққан сайын қорқынышым жанталасқа ұласып барады. Менің жанталаса шошығаныма барлығын бірге рахаттана күлдіңдер. Сол кезде сенің бетіңе киген бетпердені сыбырлап түскендей болды. Менің жүрегімдегі маздаған махаббат оты бықсып, қисасыған түтінге айнала берді. Мен түсіне алар емеспін, арамдық пен сатқындықты, мейірім мен адалдықты танбай танитын жүрегімнің қателескені ұғына алмай дал болдым. Сен көз алдымда өзгердің. Анамның 200-ді екенсің деп әкемнен ажырасып кеткені есіме түсті. Сол сәтте 200-ліктің не екенін ұқпаған мен енді соның куәсі болып тұрғандай едім. Мен сонша уақыт ұқпаған анамның сол сөзінің түп түркінің астарының мәнін енді ұқтым. Мен 200-дің ермегіне айналғанымды сонда барып білдім. Қорқыныш пен қасіретім араласып, жанталаса түсемін. Алайда құрғыр жүрек, сені сүйген сорлы жүрек әлі де үмітін үзе алмай, жоқ олай емес, олай істей алмас сірә. Оны мен құлай сүйдім ғой, олай болмайды, олай болу мүмкін емес деп бұлқынып жатыр, бұлқына түсті. Қақаған аязда қарғыс арқалап, бір ғашық жүректің қасіретін арқалаған көлік қала сыртындағы үйдің қақпасының ішіне кіріп, бірақ тоқтады. Ду күлкі, мені сүйрелей түскен қуатты қолдар жалына түсіп маған, саған жаутаңдай қарап. Неге, не үшін, мұның не сенің? Мен пәкпін ғой, адалмын ғой, қойындаршы, тиіспендерші деп жалына түстім, жылай түстім. Сенің жылай айтқан мұнды даусымды естімеген жантайсың. Дір-дір етем. Айқайлап күліп мәз болған екі аяқты айуан досымның бірі етегімді көтере берді. Сен жалт қарап, алдымен мен деп міңгірете қалып едің. Ол қарқылдай күліп, жоқ, мына мен
мен деп кеудесін қақты да менің үстіме қонжия түсті. Сен оны тоқтата алмадың. Сол сәтте сенің көзінен маған деген аянышты емес, мені алғаш иемдене алмағанына деген өкінішті көрдім. Мен тірі өлікке айналып бара жаттым. Арымның тапталғаны, жанымның тапталғаны еді. Мен ештеңе сезе алмадым, сезуден қалдым. Екі аяқты ана тумағандай озбырлыққа барғандар бірінен соң бірі білгендерін істеп жатты. Екі көзің қызарып, сен де жақындағаныңды көрдім. Ары қарай талықсып бара жаттым. Сорлы жүрек сүйгеннің сұрқиясын көре алмады ма? Әйтеуір екі көзім қарауытып бара жатты. Бетіме шашылған мұздай судан көзімді аштым. Барлығын мені мазақ қылған анайы үнмен күле түстіңдер. Ал мен қызыл қанға боялған ақ жайманың үстінде жатыр едім. Қойың өңірегендей қақаған аязда иығыңа салдың да көліктің ішіне қатып ұрғандай еттің. Мен киімімді дір-дір ете жолда кидім. Ал мұзды жолда тайғанақтамастан келе жатқан қарғыс атқыр көліктің қалаға қарай зулап келе жатты. Менің жүрегім босап қалғандай, оның ішінде махаббат та, шапағат та қалмаған, күңірейген абыздың мұңды үні естілгендей еді. Меңіреу жанша үйге келдім. Есікті ашқан анамның бауырына тығылып, мен тондым. Мені тағдырдың аязы тондырды, деп еңірей бердім. Анам барлығын да түсінді. Қыз абыройының ақысын іздеген сорлы анам, оның енді орнын ештеңе толтыра алмасын ұққандай еді. Арада 2 ай өткенде мен жасы 40-тан асқан, басын ақ шалған, маған әке болуға жарарлық жанның жары болып кете бардым. Анамның шешімі солай болды. Тағдыр аямаған, сен аямаған, қыз абыройының ақысын ешкімнен ала алмасын ұқты. Сондықтан мен сол шешіммен келістім. Күндер өтуде. 23 жас үлкен салиқалы жанның жарымын. 5 жыл болды, сол сен салған арымның жарасы, жанымның жарасы жазылмады. Мен ана бола алмаймын. Айуандықтан алтын құрсағым бұлғаныпты, сендер бұлғапсыңдар. Тағы да қаһарлы қыз, тағы да аяз, жаным жылайды, оны ешкім де жұбата алмас. Сірә, мен сені көрдім. Қақаған боранда бүрсен қағып, қоқыс салатын жәшікті арқалап жатыр екенсің. Көздерінен таныдым. Сол қақаған боранда маған тесіле қараған көздерің сол қалпы өзгермепті. Тек мүсәпір күй кешіп жүр екенсің. Бірақ бұл көріністе менің жылаған жанымды, жылаған жүрегімді жұбата алмады. Енді ештеңе де жұбата алмас. Авторы Нұрсұлу Төрқұл тегі.